Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұп-жұмсақ ашытқылы қамырмен жасалатын сүзбелі рогаликтардың рецептісін жасап көрсетемін. Бізге ұн, сүт, жұмыртқа, ашытқы, қант және де сары май қажет. Бұл бізге қамырына керек заттар. Алдымен жылы сүтті ыдысқа құямыз. Және де оның үстіне қантты саламыз. Ашытқыны саламыз. Ерітілген сары майды құямыз, жұмыртқаны жарамыз және де аздаған мөлшерде шай қасықтың ұшымен тұз саламыз да жақсылап барлығын араластырамыз. Бізде қант пен ашытқы еріп, біркелкі масса болуы қажет. Міне мен барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді үстіне ұнды қосамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алдым, немесе бірден сместің үстіне електен өткізуіңізге болады. Ұнды електен өткізсеңіз, қамырыңыз жақсы көтеріледі, және де ұн бөлме температурасында жылы болуы дұрыс. Енді қолмен жақсылап осындай қамыр илеймін. Қамыр менде қолға жабысатын осындай болу қажет, және де бетін жауып, жылы жерге қолға жабысып тұрса да қойып қоямыз. Ол бір көтерілгеннен кейін өзі бірігіп, қолға жабыспайтын болады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына осындай 9% сүзбені алдым, және де оны осындай үккіштен өткізіп алдым. Немесе ет тартқыш машинадан өткізсеңіз болады. Сонда біздің салмамыз өте нәзік болып, жақсы болып шығады. Қантты саламыз және де қаймақты қосамыз. Бір жұмыртқаның сарысын алып қаламда, ағын ғана қосам. Сарысымен қазір біз рогаликтардың үстіне жағатын боламыз. Ол қызарып әдемі болып пісу үшін. Енді барлығын жақсылап венчикпен немесе қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Өте осындай нәзік масса шықты. Және де біздің қамырымыз дайын болғанша, рогаликтерді жасағанша тоңазытқышқа салып қоямын. Міне менде қамыр осындай өте 2-3 есе болып жақсы көтерілді. Қамырды көтерілгеннен кейін осылай домалақша етіп аздап бөліп аламыз да оқтаумен жаямыз. Және де бұл жерде әртүрлі форма жасауға болады. Мен қазір рогалик жасаймын. Осылай үшбұрыштетіп кесемін. Және де тоңазытқышта тұрған салманы алып келдім. Егер салманың бетіне сары су шығатын болса, оны төгіп тастайсыз. Сорғытып алып тастаған дұрыс. 1-1,5 шай қасық көлемінде сүзбелі салманы салып, осылай рогалик етіп ораймыз. Және де аздап қана осылай арт жағын кескен дұрыс. Сол кезде оның сүзбелі салмасы шашырамай жақсы болып оралатын болады. Осылайша барлық рогаликтерді жасап дайындап алдым. Және де салмасына да сіз сгущенка немесе басқа да әртүрлі тосаптар салуыңызға болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз. Мен осындай сүзбемен жасадым осы жолы. Енді барлық рогаликті жасағаннан кейін осындай формаға жазып шықтым. Және де бетіне жаңағы жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Сонда біздің рогаликтеріміз сарғыш қоңырқай түске жақсылап пісетін болады. Өте әдемі болады түсі. 180 градуста 25 минут пісіріп алдым. Міне осындай жұп-жұмсақ көтерілген тәтті рогаликтер дайын болды. Ортасын сіздерге көрсетейін. Кез келген қонаққа да, өзіңізге шайға да жасап жеуге болады. Менің каналымнан келесі видеода сіздерге муравейниктің рецептісін жасап түсіретін боламын. Сондықтан муравейниктің рецептісін қарау үшін каналыма жазылып қойыңыз.